Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл жүз Ньюс. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Таяу шығыстағы ахуал күрделенген тұста Израиль президенті Астанаға келді. Қазақстан сөз бостандығы рейтингісінде бірден 8 сатыға төмендеді. Розбакиев немесе Шаханов Алматыда көше атауын ауыстыруға не кедергі? Зиялы қауым, Кенесары ханның бас сүйегі және сәл-пәл саясат туралы. Ақ студияның спикері ұлттық музейдің директоры, тарихшы Берік Әбдіғали. Осы аптада елімізге ресми сапармен Израиль президенті Ицхак Герцог келді. Ол Астанаға 8 сағатқа кешігіп жетті. Себебі ол мінген ұшақты Түркия әуе кеңістігіне кіргізбеген деседі. Бұл туралы Израиль және Түркия басылымдары жазды. Израиль басшысы Қазақстанға таяу шығыстағы ахуал ушығып тұрған тұста келді. Халқының басым бөлігі ислам дінін ұстанатын өңірге оның сапарын шегере тұруға болмас пе дегенде пікір айтылды. Бірақ Ақорда әдеттегідей саяси салқынқандылықпен мейманды бар жөн-жоралғысымен қарсы алып шығарып салды. Ицхак Герцог Израильдегі ең танымал саяси әулеттің өкілі. Оның әкесі Израильдің 6-шы президент ретінде 1993 жылы Қазақстанға келіп, қазақ-еврей қатынасының қазығын қағып кеткенін Тоқаев еске салды. Ол кәнігі дипломат ретінде мұндай детальдарды мүлт жібермейді әрине. Жалпы эмоцияны жиып қойсақ, сарапшылар бұл сапардың экономикалық салмағы мен саяси астарын жоғары бағалайды. Мұнда мәселе тек Қазақстан президентінің ақш, Қытай, Ресей және Еуроодақпен тепе-тең қарым-қатынасты сақтауға бағытталған көп векторлы саясатында ғана емес. Менің ойымша, Тоқаев осы арқылы ислам әлемі мәнсіз соғыстарға итермелейтін қатып қалған теократиялық жаңсақ түсініктерден арылуға қабілетті екенін көрсеткісі келеді. Шекарасыз тілшілер ұйымының сөз бостандығы рейтингісінде Қазақстан 8 сатыға төмендеді. Былтыр Қазақстан әлемдегі 180 елдің арасында 141 орынды иеленсе, биыл 149 орынға сырғыды. Ұйымның айтуынша, Қазақстанда журналистер заңнамалық тұрғыдағы қысымды ғана емес, сонымен бірге аңду, қорқыту, кейбір жағдайда ұстау немесе үйқамаққа жіберу сияқты түрлі тосқауылдарға кезігіп отыр. Қазіргі кезде жалған ақпарат тарату бабы бойынша Орданың бұрынғы бас редакторы Гүлнара Башкенова, журналист Ботагөз Умарова, Қазтаг ақпарат агенттігінің бас редакторы Әмір Қасенов үйқамақта отыр. Журналистер қауымы жиналып биліктен сөз еркіндігін шектейтін бапты қайта қарауды сұраған болатын. Содан бері 10 күн өтті, ресми жауап жоқ. Енді кәсіби журналистің әрекетіне сараптама жасап, құқықтық баға беру іс жүзінде полиция қызметкерлерінің құзыретіне берілді. Бұл тек тергеуші ғана емес, учаскелік инспекторда болуы мүмкін. Соның нәтижесінде дәл осы деңгейде шешім қабылданады. Қысым күшейді. Нақты қажеттілік болмаса да полицияға алып кетуі мүмкін. Кәсіби қызметіне қатысты болса да, аса қауіпті қылмыскердей ұстайды. Есеп шоттарын бұғаттайды, техникасын тәркілейді, тінту жүргізеді. Және мұның бәрі бұрын болған құқықтық сүзгісіз, еш кідіріссіз, өте жылдам жүзеге асып жатыр. Осы аптада мәжілісте өткен үкімет сағатында жоғары аудиторлық палатаның мүшесі Тілеген Қаскин болашақ бағдарламасына қатысты тексеріс қорытындысын жариялады. Оның мәлімдеуінше, мемлекеттік стипендия белгіленген талаптарға сай келмейтін азаматтарға негізсіз беріліп келген. 340 үміткерге 7,7 миллиард теңге көлемінде стипендия тағайындалған. 151 стипендия бекітілген лимиттен тыс берілген деді ол. Соған қарамастан болашақтықтар шетте ақшадан тарғып жүрген көрінеді. 15 жыл бойы өспеген шәкіртақы келер жылы 10-15%-ға көтерілмек. Алайда депутат Бақытжан Базарбек бұл идеяны қолдамайды. Ал тағы бір депутат Самат Нұртазаны қазақша ұқпайтын болашақтықтардың қас-тесттен қалай өтіп жүргені мазалайтын көрінеді. Өзім болашақты бір жамандағы ғана емес, бірақ та честь мундира дейді ғой. Кейде болашақ түлектері мысалы қазақша білмейтіндері кездестірем кейде өмірде. Өзіңіз де білетін шығарсыз. Солар енді қалай каст-тестті тапсырған мысалы. Мен де тапсырдым ғой каст-тестті, өзіңіз де басыңызда болдыңыз. Сонда енді сол каст-тестті тапсырып өтеді, бірақ та қазақша білмейді. Сол жағы қалай бір енді қадағалайсыз ба енді дегендей. Каст-тестке келетін болса, каст-тестің біз деңгейін қазір көтереміз. Онда не бар? Оны білесіз ғой, А, Б, С деген өзінің деңгейлері бар. Біз ең төмен деңгейді қойып қойғанбыз басында уақытында. Қазір оны ақырындап көтереміз. А деңгейінде тұрған, қазір Б1 немесе Б2-ге көтеруге мүмкіндігіміз бар.
Алматы қаласындағы ең үлкен көшелердің бірі Розыбакиев көшесінің атауын жақында өмірден өткен халық жазушысы Мұхтар Шахановтың құрметіне өзгерту ұсынысы төңірегінде дау туындады. 24 сәуір күні бұл мәселе дауыс беруге шығарылып, онлайн петиция жарияланған. Содан бері 100 мыңнан астам дауыс жиған бұл мәселе қала тұрғындарын қаққа бөліп тынатын түрі бар. Әкімдіктің өз уәжі бар. Қазақстанда көрнекті тұлғалардың есімін елді мекендер мен көшелерге беру, олар қайтыс болғаннан кейін кемінде 5 жыл өткен соң ғана рұқсат етілетінін айтады. Біздің тәжірибеде тірі жүргендерге де көше есімі берілгенін депутат Ринат Зайытов еске салады. 5 жылдық меже бар ғой, жаңа көшенің атын қою үшін тарихи тұлға деп танылу керек, басқасы. Бірақ бізде тұлғалар жоқ емес, бар. Тірі кезінде де көшенің атын берген адамдар бар, алған. Сондықтан бұл жерде дәл Мұхтар Шаханов сияқты қайраткерге қатысты кедергі көріп тұрған жоқпын. Бір шешім енді қабылданатын шығар жоғары жақтан. Себебі Мұхтар Шаханов ол Алматының қақ ортасынан бір көше алуға лайық тұлға деп ойлаймын. Осы Алматыда осы аптада Қазақстандағы тұңғыш крематорий ашылды. Сағызша созылған оның құрылысына 1,5 миллиард теңге жұмсалыпты. Нысанда күніне 16 мәйітті өртеуге болады. Кремация Алматыға керек-ақ дейді білетіндер. Себебі Алматыда жер тапшы, ал күлді сақтау үшін тереңдігі 60 сантиметр шағын ұяшық жеткілікті. Кремация процедурасы тек ерікті түрде ғана жүзеге асырылады, және оның құны 240 мың теңге деп белгіленген. Тарихқа да амбиция керек. Алтын Орда секілді алып империяның заңды мұрагері екендігімізді айтуға болмайтын кез болған. Сол тарихи сананы қалпына келтіру жұмысы әлі күнге жүріп жатыр және жалғаса да бермек. Бұл жүз медианың ақ студиясының кезекті спикері, ұлттық музейдің директоры, тарихшы, қоғам қайраткері Берік Әбдіғалидің пікірі. Сұхбаттың толық нұсқасын біздің YouTube арнамыздан көре аласыздар. Тарихтың өзінде амбиция керек. Біз тарихымыз осы 500 жыл бұрын басталды, немесе бұрынғы тарихымыз жоқ деп бізді кезінде солай тәрбиелеп өсірді, біздің тарихи амбициямыз болмады. Былайша айтқанда, өйткені біз үлкен алып империяның мұра керек екенімізді Алтын Ордадан айтуға болмайтын тұғын. Біз мысалы 2005-2006 жылдары айтып жүргеннің өзінде бізге күлетін тұғын. Қандай амбиция, қандай империя айтып өзінде? Біз қазақ мемлекеті империя болған, өзімізде мынау жойып жіберген ғой. Соны қазір қалпына келтіру. Біз кешкентай ғана бір ел бүкіл осы өңірді басын қосып, қазақ хандығын көн ол кезде шынында ол империя болып саналатын тұғын. Империя деген сөзді қолдануға біз ұялатын тұғымыз. Қандай біз тіпті сондай деңгейге жеттік, соны қазір қалпына келтіру, әлі тарихи сананы қалпына келтіру жұмыстар әлі жүріп жатыр. Аптаның айтары осы. Жүз медианы оқи жүріңіз. Жүз Ньюсте жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.